Барлықтарыңызға сәлем. Біздің кезекті С деңгейіндегі тақырыптардың есептерін шығарамыз. Сонымен кеттік. Бірінші, тиімді тәсілмен есептеңдер дейді. Не дейміз? 0,7 бөлінген 2,2 қосылған 1,3. Ол бізде тең болады 0,7 бөлінген 2,2 мен 1,3 қосатын болса, ол бізде 3,5. Бұны не істейміз? Астында үстінде оңға көбейтеміз. Сол кезде 7 бөлінген 35. Яғни бізде бөлшек, ондық бөлшекке осылай бөлгенше, жай қарапайым сан түрінде бөлген оңайырақ. Сонымен бұны қысқартсақ болады 7-ге, астында үстінде сонда 1 бөлінген 5 болады бұл жерде. Келесі есеп, екінші есеп мына жерге жазайын. 1,6 бөлінген 10 азайту 3,6 тең болады 1,6 бөлінген бұл жерде 6,4. Астында үстінде оңға көбейтеміз. Сонда 16 бөлінген 64. Бұл жерде 16 қысқартсақ болады, 1 бөлінген 4 болады. Үшінші есеп 2,8 қосылған 1,7 бөлінген 3,5 азайтылған 2,6. Бұл бізде болады 4,5 бөлінген 0,9. Сонда астында үстінде қайтадан 10-ға көбейтетін болса, алымында бөлімінде, сонда бұл жерде 45, астында 9. Сонда бұл жауабы 5 болады. Төртінші есеп 17,5 азайтылған 5,9 бөлінген 4,7 азайтылған 1,8. Бұл бізде тең болады 11,6 бөлінген 2,9. Сонда 116. Тағы да астын үстіне оңға көбейтетін болса, 116 бөлінген 29. Ал бұл бізде болады 4. Бесінші есеп 18,3 азайтылған 7,5 бөлінген 1 азайту 0,64 бөлінген тең болады. Бұл жерде бізде 10,8 бөлінген 0,136. Енді бұл жерде астында үстінде 100-ге көбейтеміз. Сонда бұл жерде 1080 бөлінген 36 болады. Жауабымыз арада 30 болады. И соңғы есеп 14,2 азайту 4,7 бөлінген 0,116 қосылған 0,103. Бұл жерде тең болады бұл 9,5 бөлінген 0,119. Давайте астын үстін 100-ге көбейтейік. Сонда бұл бізде болады 950 бөлінген 19. Бұны қысқартсақ болады. 19 астын үстінде, яғни жауабымыз 50 болады. Сонымен есептер тамам. Келесі. Бұны енді бұлай шығарсақ жақсы болады. Қазір көрсетем. Көрттен 1,5 көбейту 1,2 көбейту 0,165. Давайте нүктеден кейін қанша сан тұр? Мынада 1 сан, мынада 2 сан, мынада тағы да 1 сан. Сонда қанша сан тұр? 1, 2, 3, 4 сан. Сонда біз көбейтеміз 10-ға, астында үстінде. Не үшін? Қараңдар, мынаны 10-ға көбейтеміз, мынаны 100-ге, мынаны 10-ға. Дәл солай мынаны 10-ға, мынаны 10-ға, мынаны 100-ге. Көріп тұрғанда астында үстінде осыны санға көбейтетін болсақ, бізде мына 10-дық бөлшектен құтыламыз. Үстінде не болады? 10 көбейту 100 көбейту 10. Көрттен 10 мың, астында дәл біз сондай 10 мың болады. Сол үшін астында үстінде 10 мыңға көбейттік, алымында бөлімінде. 13 көбейту 45 көбейту 72 бөлінген 15 көбейту 12 көбейту 65. Енді көріп тұрғанда, мынаны қысқарту енді оңайырақ та. Сонымен 13 пен 65-ті қысқартатын болсақ, мынада 5, мынада 1, 15 пен 45-ті қысқартатын мынада 1, мынада 3, мынаумен қысқартамыз, мынада 1, мынада 6. Сонда бізде 3 көбейту 6, 18, астында 5 қана қалды. Келесі екінші есеп 1,7 көбейту 4,5 көбейту 6,9 көбейту 1,1 бөлінген 123 көбейту 6,8 көбейту 0,9 көбейту 5,5. Давайте қайтадан мынаны 10-ға көбейту керек, мынаны 10-ға, мынаны 10-ға, мынаны 10-ға көбейту керек. Көріп тұрғанда қанша шықты? 10 мың ба? 10 мың. Бірақ мынада 100-ге көбейту керек екен, мынаны 10-ға, мынаны 10-ға, мынаны 10-ға. Астында бірақ 100 мың. Астында үстінде 100 мыңға көбейтейік. Мына жерде 100 мыңға.
астындағы нәрсе не болады, бәрі кетіп қалады, нүктелер. Жай ғана сандар болады. 9, 55. Бірақ астында бір 10-ға көбейту артық көбейтеміз. Яғни оны жай жазсақ қайда? Қасына 69 көбейту 11 көбейту 10 деп. Себебі астын тек үстін бізге тек 10-ға көбейту жеткілікті, бірақ біз 100-ға көбейту, сол үшін көбейту 10 деп жаздық. Енді қысқартсақ болады. Мынада 1, 11 мен 25, мынада 5. Тағы да қысқартсақ болады. Мынада 1, яғни 9 көбейту 5 ол бізде 45, сол үшін 45-тен 45-тен қысқартпаса, бізде келесі 17 мен 68, мынада 1 болады, мынада 4, мынада 1, мынада 3. Сонда жауабымыз 4-тен 3. Келесі үшінші есеп 0,125 көбейту 3,6 көбейту 0,76 бөлінген 0,145 көбейту 0,119 көбейту 0,5. Давайте мынаны не істеп болады? Мынаны 100-ға көбейту керек, мынаны 10-ға, мынаны 100-ге да. Мына жерде 100-ге, 100-ге, 10-ға. 100 мың ба? Астында тоже 100 мың да. Ага, все. 100 мың. 100 мың. Енді нүктелерді бәрін алып тастасақ болады. 25 көбейту 36 көбейту 76. Астында 45 көбейту 19 көбейту 5. Қысқартамыз. Мынаны қысқартайық. Мынада 1, мынада 5. 5 пен 45-те 9. 19 бен мынаны қысқартсақ болады. Мынада 1 болатын болса, 19 қысқартатын 4. Аға, 4. И 9 бен 36. Мынада 4, мынада да 1. Сонда бізде жауабымыз 16. И соңғы есеп 0,125 көбейту 18,6 көбейту 4,2 көбейту 5,7 бөлінген 1,9 көбейту 1,126 көбейту 3,1 көбейту 0,5. Давайте қайтадан алып тастаймыз. Кедергі жасап тұр. Мынаны 100-ға көбейту, мынаны 10-ға, мынаны 10-ға, мынаны 10-ға, мынаны 10-ға көбейту, мынаны 10-ға, мынаны 100-ге, мынаны да 10-ға да. Сонда мынада астында 100 мың, үстінде де 100 мың. Аха, все. 100 мың, 100 мың. Сонда бізде не болады? 25 көбейту 186 көбейту 42 көбейту 57. Мынада 19, 126 көбейту 31 көбейту 5. Сонымен давайте кеттік. 5 пен 25 қысқартамыз, мынада 5. Мына бізге келеміз. 19 бен 57 қысқартсақ болады. Мынада 3 қалады. 31 мен 186 қысқартсақ, мынада 1 болады, мынада 6. И мынаны қысқартамыз. Мынада бізде 3 болады. 3 пен 3-ті қысқартамыз. Сонда бізде жауап қалды тек қана 30. Кеттік келесі есеп. Давайте осындай есепті шығарсын. Бізге кесе сызу қажет. Не еді? Дүкенге сатуға келінген көкөністің бірінші күні 4-тен 1 сатылды, екінші күні қалған 0,4 сатылды, одан қалғаны үшінші күні сатылды дейді. Одан қалғаны. Үшінші күні, екінші күнге қарағанда 570 кг көкөніс артық сатылды. Яғни үшінші күні бізде көбірек көкөніс сатылды екінші күнге қарағанда. Енді дүкенге сатуға неше тонна көкөніс алып келінді. Давайте мына кесе саламыз. Бірінші күні десек, мына екінші күні, үшінші күні болсын. Осылай және осылай. Давайте шоғын үлкен үлкісі. Не үшін екі рет сыздық десек, мына жерге сатылғанын жазамыз. Сатылды және қалды. Давайте қайтайық. Бізде x көкөніс болған басында. Неге 4-тен 1, яғни қалай жасаймыз? Барлық бөліктен 4-тен 1-ге көбейтеміз. Қалды, значит 3-тен 4 қалды ғой. Қалды 3-тен 4. Енді осы қалған бөліктен келесі күн нейді? 0,4, яғни осы қалған бөліктен 0,4-ке көбейтеміз. Значит бізде қалды неше? 0,16 бөлігі қалды. И үшінші күні осының барлығы сатылды, яғни мынаның барлығын жаза саламыз. Енді не істейміз? Өрнек құрамыз. Не дейді? Үшінші күні екінші күнге қарағанда 570 кг-ға артық сатылды дейді. Сонда бізде мынау бізде сатылған күні ғой, екінші күні. Көбейту 0,4. Осыған қоссам 570-ті. Бұл тең болу қажет. X көбейту 3-тен 4, 4-тен 3 көбейту 0,6. Яғни үшінші күннің сатылымға қарағанда көбірек. Енді осыны шығара саламыз. Қалай шығарамыз?
қарапайым теңдеу. 370 тең. Давайте мынаны сол оң жағына жүретін болса. Және мынаны көбейте салайық. 4-тен 3 көбейту 0,8 ол бізде 1,8 бөлінген 4 болады. Мынау азайту болып барады. Сонда x көбейту да 1,2 бөлінген 4 болып тұрсын. Сонда бұл 570 тең болады. X көбейту 1,8 азайды 1,2 ол бізде 0,6 бөлінген 4 болады. Енді бұл жерде не істейміз? Екі жағында 4 көбейтетін болса 570 көбейту 4 тең болады. X көбейту 0,6. X табу үшін не істейміз? Екі жағында 0,6-ға бөлеміз осылай. Енді давайте бағана бірінші есептен шығарған сияқты осыны шығарайық. Астында үстінде оңға көбейтеміз. Яғни бұл жерде қарапайым 6 болады. Енді қысқартамыз енді. Мына 2, мынада 3 болады. 570-тен 3-ті қысқартамыз, 190 болады. 190 көбейту 2 ол 380 көбейту 10 ол 3800 килограмм. Яғни біз X таптық. Бізге X табу қажет болды. Яғни біздің дүкенге сатуға 3800 кг тонна көкөніс келінген. Келесі оқулық компьютерді теру үшін 3 терушіге берілді. Яғни біз 3 теруші бар. Тағы да кесте сызамыз. Бірінші теруші, екінші теруші және үшінші теруші деген бар. Давайте ровно сызайық. Ладно, ровно. Келінді. Тағы да бұл жерде терілді қалды. Соның үшін мына жерде терілді деп жазайық. Не қалды? Бізде X бет берілген болсын. Енді бірінші теруші оқулықтың 7-20, яғни не істейміз? Дәл жаңа бірінші алдыңғы есептегенде шығарамыз. X көбейту 7 бөлінген 20. Яғни бізде қалды қанша бөлігі? 13 бөлінген 20 бөлігі қалды. Енді осы екінші күні осы қалған бөліктің нешесін жазған? 0,16-сын жазған. Яғни X көбейту 13 бөлінген 20-ның 0,16-сын жазған болса, қалды бізде 0,14 бөлігі қалды. Үшінші күні осының бәрін теріп тастаған екен. Үшінші теруші де. Осыны жазсаңыз, 13 бөлінген 20 көбейту 0,14. Енді нейді? Үшінші теруші бірінші және екінші терушілердің терген беттерін қосындысынан 120 бетті кемтеді. Яғни үшінші теруші өте аз жазғанда бірінен екіншісіне қарағанда. Сонда болған 120 қосатын болсақ қана теңеседі бірінші және екінші терушілердің жазған беттерін қосатын болса. Сонда қарапайым көрнек бұл жерде x көбейту 7 бөлінген 20 қосылған x көбейту 13 бөлінген 20 көбейту 0,16 тең болады. X көбейту 13 бөлінген 20 қосылған көбейтілген 0,14 қосылған 120. Осыны жарамыз. Давайте барлық белгісіздерді сол жағына жіберейік. Бұл жерде болады x көбейту 7 бөлінген 20 қосылған x көбейту 13 пен 0,16-ның көбейтілген болса, ол бізде 7,8 бөлінген 20. Мынаны сол жағына жетіп болса, ол бізде плюс болды, минус болып барады. X көбейту 13 пен 0,14-ті көбейтіп болса, ол бізде 5,2 бөлінген 20. Тең болады, 120-ға тең болады. Енді x-тер бәрі бірдей, сол үшін x-тер жақшан сыртын шығаратын болса, x-наны шығара саламыз. 7 бөлінген 20 қосылған 7,8 бөлінген 20 азайту 5,2 бөлінген 20. Тең 120-ға тең. Яғни көріп тұрғанда бөлімдері бірдей, жаңағы амалдарын орындай саламыз. 7 қосылған 7,8 ол 14,8 азайту 5,2 14,8 азайту 5,2 ол бізде болады 9,6. Мына жерге жасайын. X көбейту 9,6 бөлінген 20 тең болады 120-ға тең. Не істейміз ол жерде? Сол жақ, екі жағында 20 көбейтетін болса, мына жер сол жағында қысқарады, мына жер 20 көбейту 20 болады. Сонда x тең болады 20 көбейту 20 бөлінген 9,6. Давайте астында үстінде 10-ға көбейтетін болса, 20 көбейту 20 көбейту 10 бөлінген 96. Давайте бұл жерде қысқартсақ болады. Нешеге қысқартамыз? Мен көріп тұрғандай мына жерде 4-ке қысқартсақ болады. Немесе давайте 6 қысқартайық. 96 мынарда 16, 6-сына 20. Яғни көріп тұрған 4-ке қысқартамыз, мынарда 5. Тағы 4-ке 1, мынарда 5. Яғни 5 көбейту 5 көбейту 10 болады. Ол бізде
250 болады. Яғни 250 бет. Сонда бізде компьютер телген уақытта 250 бет болған екен. Кеттік келесі. Фермер екі учаскеге жүзім және құлпынай екті. Бірінші учаскеде 5 гектар ауданға жүзім егіп, 3 гектар ауданға құлпынай екті дейді. Фермер екінші учаскеден 3 гектардың жүзім егіп, 5 гектардың құлпынай екті. Фермер бірінші учаскеден 55,5 центр жүзім және құлпынай өнімін алса, екінші учаскеден 54,1 центр жүзім және құлпынай өнімін алды дейді. Фермер 1 гектар ауданнан неше центр жүзім алды, 1 гектар ауданнан неше центр құлпынай алды. Давайте жүзімнің 1 гектарда жүзімдікін Ж деп алайық, 1 гектар ауданда құлпынайдікін Q деп алайық. Сонда көттағына бірінші учаскеге 5 жүзім, 5 көйті Ж қосылған 3 көйті құлпынай, ол бізде болады не дейді? 55,5. Ал екінші учаскеде дейді, екінші учаске қайда бізде? Екінші учаскеде 3 гектар жүзім, 3 гектар жүзім қосылған 5 гектар құлпынай, ол тең болады бізде екінші учаске 54,1. Яғни теңдеулер жүйесін шығарып қажет болады. Не істейміз? Давайте мына жағын 5-ке көбейтейік, мынаны 3-ке көбейтейік. Сонда бізде не болады? 15 жүзім қосылған 9 емес, 25. Мына жерде 15 Q тең болады 55,5-ті 5-ке көбейтетін болсақ, мынада 5 7 біріне 27,5. 277,5. Ал мына жерде 9 Ж қосылған 15 Q тең болады 54, мынада 3 12 15 162,3. Давайте мынадан біріншісінен екіншісін азайтайық. Яғни 25 Ж азайтқан 9 Ж бізде 16 Ж. 15 азайтқан 15 0 болады. Сонда 277,5 азайту 162,3 ол бізде болады 2 үтір. Мына жерде болады бізде 7 азайту 2 5 1 1 115,2. Давайте дұрыстап жүрейін. 115,2. Енді не істейміз? Ж-ны табу үшін екі жағында 16-ға бөлеміз. Яғни 115,2 бөлеміз 16-ға. Сонда 115,2-ні 16-ға бөлетін болса, жетпейді. Мынада неше береміз? Ең жақыны 6 болса 96, 7 болады. 7 42, 112, да? Мынада 3 жетпейді, 16, сонда 2-ні сұрам, 3,2 болады. И бұл болады ровно как 2. Сонда біздің Ж тең болады 7,2 гектар алынған екен. Яғни 1 гектардан 1 гектар жүзім жерден 7,2 центнер алынған. Енді бізді құлпынайды табу қажет. Оны табу үшін кез келген өрнекті қолданасақ, біріншісін, екіншісін қолдансақ болады. Давайте біз біріншісін қолданайық. 5 көбейту 7,2 қосылған 3 Q тең болады 55,5. Бұл бізде 36 болады мынада. Қосылған 3 Q тең болады 55,5. 3 Q тең болады нарында 5 ойға түседі 19,5. Сонда Q тең болады 19,5-ті 3-ке бөлетін болса 6, 18, 15, 6,5. Сонымен міне жауаптар. Яғни 1 гектар ауданнан бізде 7,2 центнер жүзім алынды, ал 1 гектар ауданнан 6,5 центнер құлпынай алынды екен. Сонымен кеттік. Келесі. Тиімді тәсілмен шығарыңдар дейді. Оқушы кітапты 3 күн оқыды. Ол бірінші күні кітаптың 0,2-сін және 5 бетін оқыды. Давайте тағы да кесте құруымыз керек. 3 күнді оқыды ма? Бірінші күні, екінші күні және үшінші күні. Осылай. Мына жерде бізде оқыды және қалды, да? Сонымен
Бірінші күні давайте бізде x болсын. Оқу кітаптың саны беті. Бірінші күні 0,2-сін, яғни x көбейту 0,2-сі азайту қосылған 5 болады. Ал қалды, значит, x бізде 80%, 0,8-і азайтылған 5 болады. Жарайды ма? Себебі екеуін қосатын болса, x болу қажет. Бірінші күні. Оқылған мен қалған беттердің қосындысы x болу қажет. Бірінші күні. Мына екеуін қосатын болса, бізде x-ке тең болады. Енді осы қалған беттен екінші күні еді 0,4, яғни x көбейту 0,8 азайту 5 көбейту 0,4-ке және 7 бетін оқыды, яғни плюс 7. Дәл солай қайталаймыз. x 0,8 азайту 5. Бірақ 0,4 емес, 0,16 болады, азайтылған 7 болады. Енді үшінші күні кітаптың қалған бетін 0,8-ін және 10 бетін оқыды дейді. Яғни, не деген сөз? Уже 0,8-і нарады оқылды, қалды бізде 0,2-сі. 0,2-сі, яғни 80%-ын оқыды деген сөз ғой. 80%-ын оқыды, қалғалды бізде 20%. Ол 20%-ын не деп тұр? 10 бет. Сонда 20% 10 бетін болса, 80%-ын қанша болып тұр? Яғни 4 есе көп, яғни 40 бет. Яғни бізде үшінші күнге қанша бет қалған? 50 бет қалған. Түсінікті ме? Оқу керек. Ал қалған бет қай күннен? Екінші күннен, яғни надан қалды. Сонда бұны 50-ге теңестіреміз. x көбейту 0,8 азайту 5 көбейту 0,6 азайту 7 тең болады осы 50 бет. Давайте осыны шығарайық. x көбейту 0,8 азайту 5 көбейту 0,6 тең 57. Давайте бұны не істейміз? Екі жағында 0,6 бөлеміз, яғни 57 бөлінген 0,6. Астын үстінде оңға көйтетін болса 570 бөлінген 6. Ол бізде тең болады неше? 57 ең жақын 54 па? Яғни 54, 30, ол 5. Сонда x көбейту 0,8 азайту 5 тең болады 95. x көбейту 0,8 тең болады 100. x тең болады 100 бөлінген 0,8, яғни астын үстіне оңға көйтетін болса 1000 бөлінген 8. Ал бізде 125 кетен. Яғни жауабымыз 125 бет болған екен. Бірақ қандай сұрақ, не сұрақ тұр? Оқушы оқыған кітапта неше бет болған? Яғни x табуға қажет болды. X бізде 125 бет болған екен. Яғни осындай есеп. Кеттік келесі. Жеңіл машина екі қала арасында қашықтықтың бірінші сағатта 6 км кем 0,4 жүрді. Екінші сағатта қалған қашықтың 10 км кем 0,6 жүргенде қалаға дейін 70 км қалды дейді. Давайте бұлай жол деп сызасайық, бұлай үлкен бір жол болсын. А пункті, Б пункті. Бізде 3 сағат бар екен, бірінші сағат, екінші сағатта. Бізде жалпы қашықты x болсын. Нейді? Бірінші жерде қанша жүрді бізде? Бірінші сағатта 0,4, яғни x көбейту 0,4 кем деген сөз, яғни азайтамыз. Сонда бізде қалды қаншасы? 0,6. X көбейту қосылған 6 қалу қажет. Енді нейді? Екінші сағат қалған бөліктен, екінші сағатта қалған қашықтан, яғни бізде қалған қашықтан ғой, мына жерде жүргенде. Қалған қашықтан 10 км кем 0,6, яғни x көбейту 0,6-сы қосылған 6 көбейтілген 0,6-сы кем 10 сағат. Яғни мына жерде жүрді бізде осыны жүрді. X көбейту 0,6 қосылған 6 көбейту 0,6 азайтылған 10. Қалды, значит, керісінше жазамыз, x көбейту 0,6 қосылған 6 бізде 60%-ын жүрсе, қалды бізде 40%, 0,4 қосылған 10 болады. Енді қалған қалаға дейін осы жүрді, қалаға дейін 70 км қалды дейді. Сонда мынау бізде 70-ке тең болу қажет. X көбейту 0,6 қосылған 6 көбейту 0,4 қосылған 10 тең болады 70. X көбейту 0,6 қосылған 6 көбейту 0,4 тең болады 60. Екі жағында біз 0,14-ке бөлейік. Астында оңға көбейтетін болсақ 600 бөлінген 4, яғни ол бізде 150 ме? Яғни 150. Яғни x көбейту 0,6 қосылған 6 тең болады 150-ге. Бұл жерде x көбейту 0,6 тең болады 144. X бөлінген, x тең болады 144 бөлінген 0,6. Давайте 144 дейміз. Тағы да астында үстінде оңға көйтеміз, 1440 бөлінген 6. Ал бізде болады 2, 22, 24, 240 ба? 240. Сонда бізде екі қаланың арақашықтығы 240 км, және екінші сұраққа жауап берейік. Жеңіл машина бірінші сағатта неше километр жүрді? Яғни x-ны 240 қоямыз. Давайте көрейік.
мына жерге шығарсайын, 240 көбейту 0,4 азайту 6. Сонда болады 24 көбейту 4, ол бізде 96, 96 азайту 6, 90. Яғни бірінші сағатта ол 90 километр жүрген екен. Жауаптар осындай. Келесі амалдарды орындау қажет екен. Давайте мен бірден 10-дық бөлікке ауыстырайын. Бұл жерде 2-ге көбейтетін болса, 8 бөлінгеннен, яғни 30,8 қосылған 27,4 көбейту 0,9 бөлінген 31,64 азайту. Давайте мына жерде 4-ке көбейтейін. 24 бөлінген 100 болады, сонда 12,124 көбейту 1,2. Мына жерде қосатын болса, 30,18 ол бізде болады 58,2 көбейту 0,9. Мына жерде 4 қысқарады. 19,4 па? 19,4 көбейту 1,2. Давайте астын үстіне 100-ге көбейтетін болсам, өтірілі кетіп қалады. Яғни 582 астын үстінде 100-ге көбейтеміз. 9. Мына жерде 194 бөлінген 12. Сонымен бізде қысқарады мына арада. Давайте кіші саннан бастайық. 3-ге қысқарды. 3, мына жерде 4. Мына жерде қысқара ма? Жоқ, қысқармайды 3-ге. 2-ге қысқарды. 2 291, да? Тағы да қысқартсақ болады екен мына жерде. Болмайды. 291-ді көру керек енді. 291. Бізде бұл 3-ге бөлінбейді. 4, 5, 6, 7 көбейтетін болсақ. Неше болады бізде? Дұрыс есептедік қана жерде 27,4, 0,9, мына жерде 58,2. Не дұрыс сияқты. Мынау қысқарады екен ғой. Мынау өзі. Мынау. 1, 3, 18. Я дұрыс. И мынау қысқартсақ болады. Давайте 9-ға істеспей қалған 3-ті 1, 0,4. Яғни 9 бөлінген 4 болды. Екінші есеп. 3 бөлінген, давайте бұны бұлай жазайын. 3 бөлінген 2,5-те қосылған 4,5 көбейту 0,135 дейді. Бөлінген давайте 6,135 азайту 5,4 көбейту 0,125 деп аласайын болсын. Көбейту 1,1. Давайте мына 30 бөлінген 25 болады бұл. 30 бөлінген 25, бұның астын үстіне 4-ке көбейтетін болса, 12 бөлінген 100 болады, яғни 100,12 болатын сияқты, да? Давайте бір тексерейік. 12 бөлінген 10 болады, яғни 1,12 болады. 1,12 қосылған 4,3 көбейту 0,135 бөлінген. Мына жерде не болады екен? 12. Мына жерде бізде оңай түрі осы ма? Давайте шығара берейік. 15,4 көбейтек 0,125-ке. 0, 27, x ойда 770 болды. Мынада 8, 11, 11 деп 10, 308, 0, 5, 8, 3,850, қанша? 3,3,180. 6,135 азайту 3,185 көбейту 1,1. Сонда нарада болады бізде 5,5.
көбейтіліп 0,135 бөлінген мына жерде давайте қысқарып кетеді. Получается бізде 2,5 көбейтіліп 1,1. На кортты номерін қысқарамыз. 5, мынада 1. Давайте астын үстін 100-ге көбейтсек. 5 көбейту 35 болады, астында 250 болады. Бұл жерде 5-ке қысқартайық. Мынада 7, мынада 50, қайтадан 1, мынада 10. 7 бөлінген 10, немесе 0,17. Сонымен есепте тұрмын. Сұрақтарыңыз болса, комментарий қалдырып кетіңіздер. Каналға жазылыңыздар. Көп рахмет.